Құрметті менің каналым оқырмандары, 6 класс математика 599 есеп. Бірінші, 2 бүтін периодта 5. Енді біз оны қалай есептейміз? 2 қосу 0 бүтін периодта 5 деп жазуға болады, я? Енді 2 қосу бөлшектің бөлімінде 9 болады, себебі жақшаның ішінде бір ғана цифр болатын болса 9 болады. 5 алымына шығады. Сонымен жауабы 2 бүтін 9-дан 5. Айналдырайық. Бөлшектің бөлімі сол күйі тұрады. Екеуін көбейтіп қосамыз. Екеуін көбейтеміз. 18, 18-ге 5-ті қосамыз. 23. 23-ті 9-ға бөлетін болсақ, бастапқы берілген санымыз шығады. Екінші есеп. 8 бүтін 8 қосу 0 бүтін периодта 16 деп жазуға болады. 8 қосу, бөлшектің бөліміне 99-ды түсіреміз, себебі жақшаның ішінде 2 цифр, а бөлшектің алымына 16-ны қоямыз. Сонымен жауабы 8 бүтін 99-да 16 екен. Енді ары қарай кеттік. Бөлшектің бөлімі 99, 99-ды 8-ге көбейтіп 16-ны қосатын болсақ 808 болады екен. Келесі үшінші есеп. 4 бүтін периодта 2, 4 қосылған 0 бүтін периодта 2 деп жазуға болады. 4 қосылған 9-да 2, я? Ары қарай кеттік. 4 бүтін 9-дан 2 тең болады. 9 көбейтемін, қосамын, 38 болады. 38-ді 9-ға бөлетін болсам, есептің жауабы шығады. 7 бүтін периодта 13 тең. 7 қосу 0 бүтін периодта 13 дейміз. Тең болады 7 қосу 99-да 13 тең. 7 бүтін 99-да 13 тең болады. Бөлшектің бөлімі 99, көбейтіп 99-ды 7-ге көбейтіп 13-ті қосатын болсақ 706 болады екен. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау, сәлеметте болыңыздар.